Сәлеметсіздер ме? Қазір біз сіздермен бірге сөз тіркесі және тіркесті сөздерді қалай ажыратуға болатынын қарастырамыз. Сөз тіркесі ол кемінде 2 немесе 3 сөздердің, одан да көп сөздердің өзара тіркесуі арқылы жасалатын сөздер. Мысал келтірейік. Мәселен, жасыл тақта, қызыл көйлек. Енді назарды келесі бағанға назар аударайық. Келесі бағанға қарайық. Тіркесті сөздер олда да 2 немесе одан да көп сөздердің тіркесуі арқылы жасалады. Мысал келтірейік. Мәдениет сарайы, сынып бұрышы. 16. Сыртқы формасы жағынан екеуі бір-біріне ұқсас. Екі сөздер өзара тіркесіп бөлек жазылыпты. Алайда айырмашылық неде? Тақта не зат есім, қандай тақта? Жасыл тақта. Анықтауыш қызметін атқарды. Мына жерде көйлек не зат есім, бастауыш, қызыл анықтауыш, яғни сын есім. Бұдан екеуіне екі түрлі, яғни әр сөзге жеке-жеке сұрақ қоюға болады екен. Ал мұнда қарай, не мәдениет сарайы, не сынып бұрышы, қанша? 16. Екі бірдей сөз келсе де құрамында екеуіне бір сұрақ қоямыз. Ортақ. Сұрақ ортақ болыпты. Осы жерде айырмашылық байқалады. Яғни тағы да бір айырмашылық. Мына жерде мынау бірінші тұрған жасыл сөзі сынын білдірсе, мынау заттың атын білдіріп тұр. Яғни мағынасы, семантика жағынан екеуінің арқалаған жүгі әртүрлі. Ал мұнда мәдениет сарайы десе, біз бірден бір ғимаратты елестетеміз. Сынып бұрышы десе, біз тақтада ілініп тұрған стендті елестетеміз. 16 деген кезде біз санды елестетеміз. Яғни бір ғана түсінік қалыптасады. Бұдан шығатын қорытынды, яғни тіркесті сөз бен сөз тіркесінің бір-біріне ұқсастығы форма жағынан ғана, ал мағына жағынан мұнда әр сөз өзіндік мағынаға ие болса, мұнда тіркескен сөздер ортақ бір мағынаға ие болады. Тағы да мұндағы әр сөз әртүрлі сұраққа жеке дара жауап берсе, мұндағы сөздер ортақ бір сұраққа жауап береді. Мына жерде әр сөз қандай да бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарса, жеке-жеке мұнда екі сөз тек қана бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарады. Мынау сөз тіркесі болғандықтан біз есімді сөз тіркесі деп айтуымызға болады. Бұл жердегі қатынас, анықтауыштық қатынас деп айта аламыз, ал мұнда ешқандай да қатынас түрін біз көре алмаймыз, және де сөз тіркесінің түріне де ажырата алмаймыз. Осыған мұқият назар аудару керек. Себебі ұбт тапсырғанда қазақ тілі мен әдебиетті таңдаған оқушылар осы кезде шатасып жатады. Сөз жасамдық жасалу жолына кіретін тіркесті сөзбен сөз тіркесінен қиындықтар туып жатады. Сондықтан осы видео сіздерге әсер етеді, пайдасын тигізеді деген ойдамын.